Ассалаумағалейкум достар, кино бастар, қалайсыңдар? Бүгін бізде әйгілі Джеки Чан ойнайтын Меч Дракона фильмі. Достар, менің видеомда 85% адамдар арнаға тіркелмей көреді екен. Егер сіз де тіркелмеген болсаңыз, арнама тіркеліп лайк басып кетіңізші. Бұл сіз үшін 1 секунд, ал мен үшін үлкен қолдау. Мы еще встретимся. Біздің заманымызға дейінгі 50-ші жылдар Қытай шекарасының Ұлы Жібек жолында екі жақ әскері жолықты. Бұл жердегі әскер ғұндар, ал екіншісі тағы да бір көшпелі тайпа. Екі жақ әскері өздерінің мықты батырларын шығарып, жекпе-жек арқылы мәселені шешіп жатыр. Ғұн батыры өзінің қарсыласын өлтірейін деп жатқанда, бұл жерге капитан Қуан бастаған Ұлы Жібек жолының күзетшілері келді. Ол екі жақ әскеріне де қан төгуді тоқтатыңдар дейді. Қуанның ең басты миссиясы тайпаларды татуластыру және көмек сұрағандарға көмектесу. Ғұндар өздеріне кедергі келтіргенді жақтырмады, өйткені олар жеңіске жеткелі жатыр еді. Сөйтіп бір батыр Қуанның сазайын бергісі келді. Қолында қылышы болмаса да капитан Қуан жауынгерге төтеп беруде. Қарсыласы қанша мықты болса да, Қуан оны қарусыз қалдырды. Тіпті жауынгер әйелдің бетпердесін шешіп тастады. Кейін капитан әлгі жауынгер әйелге ыңғайсыз жағдайлар үшін одан кешірім сұрауға келді. Бірақ та әйел Қуанның төбелес өнеріне тәнті болып, үстіндегі киімдерін шешіп, менімен қалағаныңды істесең болады дейді. Біздің ұялшақ дереу қашып кетті. Ал бұл жағдайды естіген достары оған қарқылдап күледі. Қуанды үйінде сүйіктісі Аружан күтіп отыр. Батыр өзінің әйеліне тапқан табыстарының барлығын жаралы жолдастарына бөліп бергенін айтып қуантады. Над тобой смеются из-за того, что ты вышла за Гунна. Аружан да өзінің күйеуі секілді тайпалардың татуластығын қалайды. Қуанға өзінің орынбасары Қазбек келді. Ол шекараға жақын маңда көшпелілердің өлі денесі табылғанын айтады. Және қастарында 4 қорап алтын тиындары бар екен. Ал кедендік рұқсат қағазында Қуанның қолы қойылған құжат бар екен. Сол үшін де капитан мен оның адамдарын ұйымдасқан қылмыстық топ деп тұтқындайды. Ал кейін жаза ретінде оларды жабайы қаздар қақпасын қалпына келтіру үшін жұмысқа жібереді. Ворота диких гусей — это место пожизненного заключения. Оттуда никто не возвращается. Тұтқындарды әртүрлі тайпалардан жиналған қылмыскерлер жұмыс жасайтын қалаға келді. Бұл жердегі құрылғы үлкен тасты көтере алмай жерге құлап түсті. Қуан бірнеше адамның өмірін құтқарып қалды. Алайда мұнда әртүрлі тайпалар арасында төбелес басталып кетті. Олар болған оқиға үшін бір-бірін кінәлауда, ал Қуан болса барлығын ажыратуға тырысып жүр. Кейін Қуанды адамдарымен бірге құрылыстың басшысына әкелді. Сонда басшы құрылысты аяқтауға тек қана 2 ай уақытымыз бар дейді. Ал мұнда қаздар қақпасының алдына римдік легиондар келді. Олардың басшысының есімі Ержан. Римдіктер қақпаны оп-оңай басып аламыз деп ойлайды. Және бұл жерді қару-жарақ қоймасы ретінде пайдаланамыз дейді. Легиондармен бірге Ержан аса қамқорлықпен қарайтын соқыр бала жүр. Қытайлықтар дабылды ұрып, келе жатқан әскерге қарсы дайындалуда. Жоғарыда садақшылар жебесін керіп атып тастауға дайын тұр. Бірақ осы кезде римдіктерге жылқы мінген Қуан келді. Нельзя без боя. Нельзя. Сонда Қуан амалсыздан төбелесуге мәжбүр болды. Ол өте жақсы төбелеседі және оның қылышына арқан байланған. Соның арқасында оның қаруы алысқа дейін созылады. Ұрыс кезінде ол легион әскерінің қатты шаршап, кейбіреулерінің жерге құлап жатқанын байқады. Олардың артынан құмды дауыл жақындап келе жатыр. Сонымен қатар соқыр бала да есін жоғалтқан екен. Бұның барлығын көріп тұрған Қуан Ержанға тоқта деп, қамалдың ішіне кіріңдер, біз сендерге орын тауып береміз дейді. Сонда Ержан да келісті. Бірақ та ол менің батырларымның барлығын тамақтандырасын деп талап қойды. Соқыр баланы жергілікті дәрігер иненің көмегімен емдеп жазды. Ты же говорил, что китайский капитан выглядит очень глупо. Түнде Ержан біреуден кек алуым керек дейді. Қуан мен саған көмектесейін дейді. Бірақ та Ержан келіспеді. Өйткені легион әскері ертең қаладан кетеді. Осы кезде құрылыстың басшысы жүгіріп келді. Оларға небәрі 15 күннің ішінде қамалды бітіру керек деген бұйрық келген. Әйтпесе осындағының барлығын өлім жазасына кеседі. Енді олар құрылысты тезірек бітіру үшін ағайын тума туыс достарының барлығын шақырып өмелету керек. Бірақ та оларға көмектесетін ешқандай адам жоқ. Сонда Ержан мен сендерге көмектесемін дейді. Оның үстіне римдіктер құрылыста ауыр тастарды тасымай-ақ қалай барлығын тез жасап шығуға болатынын біледі. Ал есесіне қытайлықтар бірнеше легионды Парфиян патшалығына апарып тастау керек. Римдіктер шынымен де тамаша сәулетшілер болып шықты. Қамалды қалпына келтіру өте жеңіл әрі тез орын алуда. Осының арқасында қытайлықтар римдіктерден озық технология мен күрделі техниканы меңгерді. Қытайлықтар да қалыс қалмайық деп өздерінің әскери хореографиясын көрсетейін деп шешті. Ал кейін римдіктер де өздерінің жауынгерлік қабілеттерін көрсетті. Легион әскері құдды бір
құрылғы секілді әдемі қимылдап тұр. Осылайша екі жақ әскерінен екі батырдан шығарып жекпе-жек ұйымдастырды. Бірінші жекпе-жекте қытайлық жауынгер жеңіске жетті, ал екінші жекпе-жекте легион батыры жеңіп кетті. Жаттығу жасап болған соң барлығы бірдей құрылысты жасауға күш жұмсады. Алғашында бұл мүмкін еместей көрінген еді, алайда қысқа мерзімнің ішінде олар қамалды қайтадан қалпына келтірді. Кейін үлкен мереке ұйымдастырды. Ал Қуан барлық тайпаларды татулыққа шақыратын өзінің ерекше өлеңін айтты. Ақырында римдік ержан бұл жерге не үшін келгенін әңгімелей бастады. Бұрын ол консул Крассоға қызмет еткен. Ол парфияндармен одақтасып, билікті ең кенже ұлы Қайратқа бергісі келген. Өйткені оның үлкен ұлы Марат өте қатыгез әрі жауыз адам. Бұл жексұрын кішкентай інісін соқыр қылып, кейін әкесін өлтіріп тастады. Сонда ержан қолына Қайратты алып, өзінің батырларымен бірге қашып кетуге мәжбүр болды. Оның ендігі мақсаты парфияндықтармен жолығып, Мараттың зұлмат ойы туралы жеткізу. Қуан өзінің жетім екенін айтады. Оның ата-анасын кішкентай кезінде өлтіріп тастаған. Сол кезде қарындасы қатты жылаған, ал қанішерлер өздерін тауып алмау үшін қарындасының аузын қаттырақ жауып тұрған. Солай жасаймын деп абайсызда өлтіріп алған екен. Осы кезде елші келіп, Мараттың 100 000 әскермен келе жатқанын айтады. Ал бұл дегеніміз Ұлы Жібек жолы мен бүкіл Қытайға үлкен қауіп. Сонда Қуан бұл екі жаққа да ортақ үлкен мәселе екенін түсінді. Ол өздеріне көмек сұрау үшін атқа мініп қалаға қарай аттанды. Қуан дәл уақытысында келген екен. Өйткені оның әйелі Аружанды сатқынның әйелі деп өлім жазасына кеспекші. Әйелімен қоса жетім қалған оқушыларды да өлтірмекші. Қуан солдаттарды соққыға жығып, әйелін қорғап қалды. Ал жоғарыдан оны Айсұлу қорғап тұр. Барлығы бірдей үйге кірді. Как тебя зовут? Меня зовут Луна, я жена Хуаня. Үйдің ішіне жебелер жаңбырша жауда. Балалардың барлығы періштесі қағып аман қалды. Қуан жібек матасын тапты, және барлығы соның көмегімен екінші қабаттан жерге түсті. Айсұлу отбасыны соңына дейін қорғады, және ең соңынан өзі де төменге қарай түсті. Қаланың ішінде басқа да ғұндар жасырынған екен. Олар садақтарымен қытайлықтарды бірінен соң бірін өлтіруде. Аружанның бір оқушысы кітабын аламын деп тоқтап қалды. Әйел оның ізінен келгенде, оның арқасына бірнеше жебе қадалды. Сонда Қуан әйелі мен оқушыны қауіпсіз жерге әкелді. Бірақ осы уақытта ғұндардың көпшілігі ажал құшты. Қуан күзетшілердің барлығына оттықты лақтырады, және өртеніп жатқан қамыстардың арқасында барлығы бірдей қашып кетті. Осы уақытта ержанды көмекке келген әскерді көрсету үшін қамалға шақырды. Алайда бұл құрылған қақпан екен. Бұл жерде Мараттың әскері легионерлерді ұрып соқты, және Марат генерал ержанды қолға түсіріңдер деп бұйырады. Генерал барынша шайқасты, ал кейін оны шынжырға орап Мараттың алдына әкеледі. Марат ержан мен бала екеуінің қашып кетуіне әдейі мүмкіндік бергенін айтады. Соның арқасында ол үлкен әскер жинауға себеп тапты. Марат бұл жоспарды Қазбек екеуі ойлап тапқан. Ал Қазбек дегеніміз фильмнің басында көрсетілген Қуанның орынбасары. Және дәл осы сатқын Қазбек Қуан капитанның мөрін құжатымен қосып апарып берген. Марат Ұлы Жібек жолының барлығын солаймен жаулап алғысы келеді. Ержан кішкентай Қайратты босата сал дейді. Өйткені одан төнетін ешқандай қауіп жоқ. Бірақ та жауыз Марат Қайратты ұстазымен бірге төбешіктің шыңына әкелді, және інісін аямастан ұстазы екеуін төбешіктен құлатады. Марат ержанға менің жағыма өт деп соңғы рет мүмкіндік береді. Бірақ ашулы ержан оның бетіне тек қана түкіре салды. Марат осындағы 36 тайпаның барлығын Рим империясына бас июге мәжбүрлейді, және сол үшін барлығына алтын береді. Ал өзіне қарсы тұрған басшылардың барлығын қылыш тығып өлтірді. Енді оған тек қана бекіністегі адамдар бас имей тұр. Марат бекіністегі адамдарға маған Қуанның басына келсеңдер, барлығыңды аман қалдырамын деп айтады. Осылайша айналадағы адамдардың барлығы капитанға өз еркіңмен беріл деп айқайлай бастады. Батыр Қуан да өзінің өмірін қиюға дайын. И если моя жизнь принесет вам счастье, я отдам ее без сожалений. Қуанды Мараттың алдына әкелді. Бұл жерде капитан Қуанның өткір отты сөздері қамал басшыларының алтыннан бас тартуына мәжбүр етті. Маратпен сөйлесіп болғаннан кейін Қуан әдейі жұлқынғандай болып күзетшінің кілтін алып кетті. Алайда оны адамдарымен бірге басқа торға қамады. Осы кезде генералға өзінің 10 000 әскерімен Қазбек келді. Жасалған келісім бойынша Қазбек Ферпек лауазымын алу керек. Осы уақытта тұтқындағылар келісіп, торды барлығы көтеріп, жерге қарай құлайды. Соның арқасында барлығы босап шықты. Қуан қалтасындағы кілтті ремдіктерге береді. Енді олар да бостандықта. Қытайлықтардың бірі белгі берді. Маратқа бағынудан бас тартқан жауынгерлер шабуылды бастады. Қазбекке бұл шайқас керек емес. Сонда Марат екі көсемді қақыстырып, Перфект үшін шайқасуды ұсынды. Бірақ та екі көсем өздерін мазақ қылып тұрғанын түсініп, генералға шабуыл жасады. Марат алдымен біреусін, ал кейін сатқын Қазбектің өзін өлтірді.
Қуан ержанды құтқаруға келді. Бірақ та жауыз Марат оны әбден қинап, көздерін шұғып тастаған екен. Жаудың сарбаздары жоғарыдан жанғыш от құйып жіберді. Сөйтіп Қуан ержанды азапталмасын деп, оны арбалетпен атып өлтіреді. Марат ержанның қалған сарбаздарының көзін құрту үшін қалаға әскерін жіберді. Сонда ержүрек батырлар оларды майда тастармен күтіп алып, кейін үлкен тастары жібереді. Тіпті осындай жағдайдың өзінде Қуан жау сарбазын өлтіре алмады, бірақ та өзіне найза кіріп жарақаттанды. Капитан ізінен қалған қаншама өлі сарбаздарды көргенде өте аянышты көзбен қарайды. Оларды көмекке келген қаншама сарбаздар қоршауға алды. Бірақ соның өзінде ержанның сарбаздары қалқан мен сауытты пайдаланып қорғанысты бұзып өтті. Осылайша қаланың сыртына да шықты. Бірақ қуануға әлі ерте, өйткені оларды сыртта Мараттың 100 мың әскері күтіп тұр. Қалай болғанда да Қуан ержанның әскерімен нағыз батырларша жан тапсыруға дайын. Марат кішкентай әскерге қарап мысқылдап күледі. Бірақ та осы кезде аспаннан жүздеген қырандар келіп Мараттың әскеріне шабуыл жасады. Ал таудың жиегінде барлық көшпелі тайпалардың әскері бірігіп римдіктерге қарсы шабуылға келген екен. Жан-жақтан 10 мыңдаған атты әскер жау әскеріне қарсы келе жатыр. Әр тайпаның өз тактикасы мен қарулары бар. Сол үшін де римдіктерге олардың әртүрлі шабуылына қарсы тұру қиын болды. Бірақ сонда да римдік сарбаздардың әскери тәжірибесі мен дайындығы шайқасу барысын өзгертуге көмектесті. Көптеген көшпелі тайпа батырлары қаза тапты. Енді көшпенділер жеңіле бастағанда ұрыс алаңына парфяндар келді. Олармен бірге Мараттың жауыздығы туралы айтқан ержанның адамдары да бар екен. Патшайым Мараттан әкесі мен інісін не үшін өлтіргені туралы сұрайды. Парфяндар басшысы Маратқа қылышыңды бер дейді. Сонда Марат шалды өлтіріп, барлық кінәсін мойындап, араларыңда менімен жекпе-жек тұратын қайсысың бар, кез келгеніңмен шығамын дейді. Римдіктердің арасынан ешқайсысы шықпады. Сонда ортаға ержүрек Қуан ғана келді. Өзінің досы ержан үшін кек алғысы келеді. Марат қылышпен өте керемет шайқасады, ал Қуан қылышын қолына әрең дегенде ұстап тұр. Оның денесінің барлығы жарақат алған және қорғанудың өзі қиынға соғуда. Марат Қуанның қылышын құлатады және кеудесін қылышмен тіліп алады. Римдік оған өзінің қаруын береді. Алайда Қуанның сонда да шайқасуға шамасы жоқ. Марат аяғының керемет соққысымен ғұнды құмға құлатады. Енді Қуанның тіпті тұруға да шамасы болмады. Қуанда тек қана соңғы үміт. Ол кинжалды Маратқа сұққысы келді. Бірақ та Марат оны кері бұрып өзінің денесіне тықты. Енді бұл жексұрын барлығының көзінше Қуанның басын шауып тастамақшы. Сонда Қуан Мараттың қолын сындырып, тамағынан бауыздап тастайды. Марат сонда да оңай берілгісі келмейді. Ол пышағын Қуанға тағы да тықты. Бірақ та көп ұзамай көптеген қан жоғалтып өзі де өлім құшты. Қытай императоры римдіктерге ұлы жібек жолына үлкен қала тұрғызуға рұқсат береді. Ал бекіністе жұмыс істеген барлық аман қалған тұтқындарға Қуанның күзетіне қосылуға рұқсат берді. Осылайша фильмде аяқталады. Достар, бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік. Келесі бейнелерімді бірінші болып көру үшін қоңыраушаны да басып қойыңыз. Келесі көріскенше аман сау болайық, достар.